Өрт кезінде жұмыскерлерді іс-қимылдары бойынша практикалық сабақ. Кезекші жұмыскер өрт дабылымен іске қосылғаны туралы оқу сигналын алды. Ағымдағы сәтте жүргізіліп жатқан барлық жұмыстарды тоқтатады. Дыбыстық сигналдың пайда болу себебін анықтайды. Егер өрт дабылының іске қосылуына өрттің туындауы себеп болмаса, іске қосылу себебін жояды. Ал өрт дабылын пайдалануға жауапты кезекші персонал жұмыстарды қайта бастауға рұқсат береді және жүйені кезекші режимге келтіреді. Егер дабылдың іске қосылуына тұтану себеп болса, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа сәйкес әрекет етеді. Өрт немесе жану белгілері анықталған кезде 101 немесе 112 телефон арқылы хабарлайды. Бұл ретте объектінің мекен-жайын, өрт шыққан орынды, сондай-ақ өзінің тегін айту қажет. Ғимараттағы адамдарға өрт туралы хабарлау. Кезекші әкімшіге хабарлау. Өрт дабылын іске қосу, егер ол автоматты түрде іске қосылмаса. Оны іске қосу үшін сигналдық түймені басу. Сондай-ақ өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйесін іске қосу қажет. Өрт ошағының орналасуын ескере отырып, эвакуациялау жоспарына сәйкес персоналды эвакуациялауды ұйымдастыру. Қосымша эвакуациялық есіктерді ашу. Ошақ көлемі шағын болған жағдайда 1-2 шаршы метрге дейін, мысалы компьютердің тұтануы. Өрт сөндіргіштің көмегімен өртті сөндіруге кірісу. Егер дәліздер түтінге толған болса, үй-жайда қалып, онда от пен түтіннен қорғану қауіпсіздеу. Үй-жайда болған кезде оның есігі жабық болуы тиіс, бірақ кілтпен құлыпталмау керек. Терезеге жақындап, кез келген мүмкін тәсілмен өзіңіз туралы белгі беру. Түтінге толған үй-жай арқылы қозғалған кезде ұйымдасқан түрде әрекет ету. Мүмкіндігінше мұрын мен ауызды дымқыл матамен жабу қажет. Ғимараттан шыққаннан кейін эвакуацияланғандардың барлығы ғимараттан шыққанын тізім бойынша тексеру. Ғимараттан шыққаннан кейін барлық топтар бірге болып, алдын ала белгіленген орынға өтуі тиіс. Модельдік өрт ошағында өрт сөндіргіштермен практикалық танысу және жұмыс істеу. Жұмыскерді өрт сөндіргіштердің құрылым сызбасымен таныстыру, кестелер мен сызбалар, макеттер. Өрт сөндіргіштерді пайдалану бойынша оқу фильмін қарау. Оқу практикалық бөлім. Жұмыскердің іс-қимылдары. Жұмыскер тұтануды сөндіру алдында өрт сыныбын анықтайды және оны сөндіруге ең қолайлы өрт сөндіргішті пайдаланады. Өрт ошағын жел жақтан бастап, оның алдыңғы шетінен ішке қарай біртіндеп жылжи отырып сөндіруге жақындайды. Төгілген, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды сөндіруді алдыңғы шетінен бастап, ұнтақ ағынын жалынға емес, жанып жатқан бетке бағыттау қажет. Биіктіктен ағып тұрған жанып жатқан сұйықтықты жоғарыдан төмен қарай сөндіру керек. Жанып жатқан тік бетті жоғарыдан төмен қарай сөндіру керек. Бірнеше өрт сөндіргіш болған кезде оларды бір мезгілде қолдану қажет. Сынытты өрттерді сөндіруге мүмкіндік беретін өрт сөндіргішті жанып жатқан электр қондырғысына өрт сөндіргіш жапсырмасында көрсетілген қашықтықтан жақындатпаңыз. Сөндірілген ошақтың қайта тұтанбауын қадағалаңыз. Оған ешқашан арқаңызды бұрмаңыз. Тұтану ошағын ұнтақты өрт сөндіргішпен сөндіру. Ұнтақты өрт сөндіргішті алу. Қолмен іске қосылатын ұнтақты өрт сөндіргіштерді іске қосу үшін қажет. Өрт сөндіргішті өрт ошағына жеткізіп, оны сілку, сына немесе сақтандырғыш шекті суырып алып, тескішке, инелі түйме, қолмен шегіне дейін қатты басып, оны босату. Өрт сөндіргішті тескішке басқан сәттен бастап, өрт сөндіру ұнтағы беріле бастағанға дейінгі ұстау уақыты кемінде 3-тен 5-ке дейін секунд болуы тиіс. Іске қосу, иін тірегін басып, жел бағытын ескере отырып, ұнтақ ағынын отқа бағыттау. Ұнтақ ағынын беруді тоқтату үшін иін тіректі босату жеткілікті. Қайта-қайта пайдалануға және үзік-үзік әрекет етуге жол беріледі. Өрт сөндіру ұнтағының ағынын жанып жатқан бетке 20-дан 30 градусқа дейін бұрышпен бағыттау керек. Тұтану ошағын көмірқышқылды өрт сөндіргішпен сөндіру. Көмірқышқылды өрт сөндіргішті алу.
Қолмен іске қосылатын көмір қышқылды өрт сөндіргіштерді іске қосу үшін жұмыскер өрт сөндіргішті өрт ошағына жеткізуі қажет. Бомбаны жуып, сақтандырғыш шекті суырып алу. Саптаманы жұмыскерге ыңғайлы қалыпқа келтіру. Өрт сөндіргіш жапсырмасында көрсетілген қауіпсіз қашықтыққа дейін өрт ошағына жақындау. Иінтіректі басу. Иінтірек көмір қышқыл газының берілуін тоқтатып тұруға мүмкіндік береді. Өрт кранымен практикалық танысу және жұмыс істеу. Көп қабатты тұрғын, әкімшілік және өндірістік ғимараттарда өртті сөндіру үшін мына құрамдас бөліктерден тұратын ішкі өрт крандары көзделген. Өрт шкафы, өрт жеңін қосуға арналған вентилі бар өрт краны, қосқыш бастектің көмегімен. Жалғанған, байланған өрт оқпаны бар өрт жеңі. Өрт анықталған кездегі іс-қимыл тәртібі. Өртте қарсы қызметті 01 телефоны арқылы немесе ұялы телефоннан 112 нөміріне шақыру. Ғимараттағы адамдарды эвакуациялау. Өрт кранының көмегімен өртті сөндіруге кірісу. Өрт шкафындағы кілт сақчалатын терезедегі әйнекті сындыру. Өрт шкафын ашып, жеңге бекітілген оқпанды алып, онымен тұтану ошағына қарай бару. Оқпаны бар жеңді қою. Тез арада кранға қайта оралу. Вентильді ашып, судың жең арқылы кеткеніне көз жеткізу. Оқпанға қайта оралып, оны алып, су ағынын өрт ошағына бағыттау. Сөндіруді отқа қарсы бағытта жүргізу керек. Оттың соңынан ілесіп жүрмеу қажет. Адамдарды эвакуациялау бойынша жаттығу. Объектілер персоналмен жаттығулар өткізудің міндеттері. Персоналды бастапқы оқиғаны сәйкестендіре білуге үйрету. Персоналдың эвакуацияға және өртті сөндіру, төтенше жағдайлардың салдарын жою жұмыстарын жүргізуге дайындығын тексеру. Персоналдың өрттер мен төтенше жағдайларға байланысты жұмыстағы бұзушылықтарды жою, сондай-ақ адамдарды эвакуациялау, өрттің дамуын болдырмау, оны оқшаулау және жою бойынша табысты іс-қимылдарды жүзеге асыру үшін қажетті кәсіби және психофизиологиялық даярлығын қазіргі деңгейде ұстау. Өрттің және төтенше жағдайлардың қауіпті факторлары әсерінің салдарынан болуы мүмкін авариялар мен жабдықтың зақымдануын уақытылы болдырмау бойынша дағдылар мен іс-қимылдарға үйрету. Өртте және төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсету қағидаларына, жеке қорғану құралдарын пайдалану қағидаларына үйрету. Объект персоналының өрт құтқару бөлімшелерімен және медициналық персоналмен өзара іс-қимыл жасау тәртібімен қағидаларына үйрету. Персоналда өрт және төтенше жағдайлар қатері туындаған кезде, немесе өрттің өзі шыққан жағдайда, жағдайды дербес, тез және қатесіз бағдарлау, іс-қимылдың шешуші бағытын анықтау және өрттің алдын алу немесе оны жою бойынша дұрыс шаралар қабылдау дағдыларымен қабілетін қалыптастыру. Автоматтық өртке қарсы қорғау қондырғылары іске қосылған. Түтіндену немесе өрт анықталған кезде МӨК бөлімшелерін дереу шақыруды ұйымдастыру және кейінгі іс-қимылдарды пысықтау. Адамдар мен материалдық құндылықтарды құтқару және эвакуациялау тәсілдері мен амалдарына үйрету. Персоналды өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша оқыту нәтижелерін тексеру. Персоналдың өрт қаупі бар жағдайларда қолданылатын нұсқаулықтарды білуін тексеру. Қолда бар техниканы, тұрақты өрт сөндіру қондырғыларын пайдаланудың ұтымды амалдары мен әдістерін практикалық пысықтау. Персоналдың өрт жағдайындағы өз іс-қимылдарын дұрыс түсінуін тексеру. Персоналдың алғашқы өрт сөндіру құралдарының, ішкі өрт крандарының, өрт дабылы және өрт сөндіру жүйелерінің, түтін жою және ауа тіреу жүйелерінің орналасқан жерлерін, оларды іске қосу тәсілдерін білуін тексеру. Өрт сөндіру жетекшісінің МӨК бөлімшесі келгенге дейін ықтимал, шартты өртті жоюды ұйымдастыру бойынша қатысушылардың іс-қимылдарын нақты үйлестіре білуін тексеру. Жаттығуларды ұйымдастыруға және өткізуге басшылық ету. Объектілердің басшыларына немесе өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғаларға жүктеледі. Жаттығуларды дайындау және өткізу жөніндегі осы әдістемелік ұсынымдар толық қамтылған құжат болып табылмайды. Объект басшылығы объектінің ерекшелігін ескеруге,
Қосымша іс-шараларды енгізуге немесе оның пікірінше персоналдың ықтимал өрт туындаған кезде міндеттерді шешу қабілетіне нұқсан келтірмейтін іс-шараларды алып тастауға міндетті. Алдыңғы жаттығулардың нәтижелерін талдау бағдарламаға немесе жаттығулардың ұзақтығына белгілі бір өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтауы мүмкін. Жаттығуларды дайындауды және өткізуді ұйымдастыру. Эвакуациялау жоспарларын практикалық пысықтау объект персоналының кәсіби даярлығының маңызды құрамдас бөлігі. Олар персоналдың өрт сөндіруге және төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимылдарға даярлығын бақылаудың негізгі нысаны болып табылады. Жаттығулар кезінде персоналда өрт жағдайында дұрыс шешімдерді тез табу, эвакуацияны ұжым болып жүргізу, өртті сөндіру жұмыстарын орындау, өрт сөндіру құралдарын дұрыс қолдану дағдылары қалыптасады. Әрбір объектіде персоналмен жұмыс істеудің жылдық жоспар кестесі шеңберінде объект басшысы бекіткен өртке қарсы жаттығуларды өткізу жасалуы тиіс. Кестеде жаттығу өткізілетін ай, жаттығу түрі, жаттығуға қатысатын ауысым немесе құрылымдық бөлімше көрсетіледі. Жылдық жоспар кесте құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен бірлесіп әзірленеді. Осы жоспар негізінде әрбір құрылымдық бөлімше персоналмен жұмыс істеудің өзінің жылдық жоспар кестесін жасайды. Өртке қарсы жаттығулардың тиімділігі оларды дұрыс дайындауға және өткізуді ұйымдастыруға, жаттығу кезіндегі персонал іс-қимылдарын сапалы талдауға және жаттығулар аяқталғаннан кейін оларды сыни талдау нәтижелері бойынша қабылданған шешімдердің дұрыстығына байланысты. Өртке қарсы жаттығулардың тиімділігі персоналды өртке қарсы даярлаудың жалпы бағдарламасы шеңберінде өткізілетін нұсқамалар кезінде қол жеткізілген нәтижелерге де едәуір дәрежеде байланысты. Жаттығулар кезінде персоналды оқыту, егер нұсқамалар жаттығулар басталардан аз уақыт бұрын өткізілсе, анағұрлым табысты болады. Осыған байланысты жаттығу басталар алдында оның барлық қатысушылары залға жиналуы тиіс. Онда жаттығу жетекшісі эвакуациялау жоспарын пайдалана отырып, әрбір қатысушының міндетін түсіндіреді. Өртке қарсы жаттығулар объектілік, құрылымдық бөлімшелердің жаттығулары, МОКК бөлімшелерімен бірлескен және жеке жаттығулар болып бөлінеді. Объектілік өртке қарсы жаттығу деп тақырыбы өрт салдарынан жалпы объектінің жұмыс режимінің бұзылуы болып табылатын және оған бүкіл объект персоналы тартылатын жаттығуды санаған жөн. Объектілік өртке қарсы жаттығудың жетекшісі объект басшысы немесе бас инженері болып табылады. Құрылымдық бөлімшенің жаттығуы деп тақырыбы бір құрылымдық бөлімшенің жұмыс режимінің бұзылуы болып табылатын және тек осы бөлімшенің персоналы қатысуы талап етілетін жаттығуды санаған жөн. Бірлескен жаттығуларға объект персоналы мен МОКК бөлімшелері қатысады. Бірлескен жаттығулар объект персоналы мен МОКК бөлімшелерінің өзара іс-қимылы мен өзара түсіністігін пысықтауға мүмкіндік береді. Бірлескен жаттығу кезеңінде объект басшысының өкімімен ИТЖ қатарынан консультанттар бөлінеді. Олар жаттығу жетекшісі мен өрт сөндіру жетекшісінің өкімдері мен іс-қимылдарының объектіде қолданылатын қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарына сәйкес болуын қадағалауға міндетті. Жеке жаттығулар жұмыс орнында нұсқамадан өткеннен кейін жаңадан қабылданған персонал үшін, сондай-ақ қандайда бір себеппен жоспарлы жаттығуға қатыспаған персонал үшін демалыс, ауру және тағы басқа өткізіледі. Эвакуациялау бойынша жаттығу объект басшысының жаттығуды дайындау туралы бұйрығымен тағайындалады. Онда мақсат, күні мен уақыты, жаттығу жетекшісі, жаттығу штабының бастығы көрсетіледі. Жаттығу штабының бастығы жаттығуды өткізу жоспарын әзірлейді. Онда жаттығу тақырыбы, оның мақсаттары, қатысушылар құрамы және дайындау мен өткізудің күнтізбелік жоспары көрсетіледі. Күнтізбелік жоспарда жаттығуды дайындау және өткізу кезеңдері штабқа, персоналға, делдалдарға және не қатысушыларға қойылатын міндеттер, өткізу орындары, уақыты және жауапты орындаушылар көрсетіледі. Жаттығуды өткізу тәртібі, кезеңдері, күнтізбелік жоспармен де, жаттығу жетекшісі бекіткен жеке құжатпен де айқындалуы мүмкін. Жаттығуды өткізу тиімділігі көп жағдайда делдалдар мен персоналдың өз іс-қимылдарына байланысты.
Делдалдар объектінің ИТЖ қатарынан, ал бірлескен жаттығу кезінде қосымша МÖКК бөлімшесінің жеке құрамынан тағайындалады. Делдалдардың санын жаттығу жетекшісі айқындайды. Делдалдарды дайындау кезінде жаттығу жетекшісі оларды жаттығудың тактикалық ниетімен және оны шешудің ықтимал нұсқаларымен таныстыруға. Олармен жаттығу өткізілетін объектіні зерделеуді ұйымдастыруға, оларды жұмыс учаскелері бойынша бөлуге. Делдал ретінде атқаратын міндеттерімен таныстыруға. Шартты өртте имитация құралдарын қолдану тәртібі туралы нұсқаулар беруге. Жаттығу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау қажеттілігіне назар аудартуға тиіс. Делдаудың міндеттері. Қалыптастырылатын жағдай бойынша тактикалық ниетпен және күтілетін шешіммен танысу. Жаттығу жетекшісі көздеген тәртіпке сәйкес шартты өрт жағдайын имитациялау, персонал үшін кіріспе мәліметтерді уақытында және белгіленген жерде жариялау. Қажет болған жағдайларда жаттығудың кез келген қатысушысының жазатайым оқиғаға, аварияға, жабдықтың зақымдануына немесе технологиялық процестің бұзылуына әкелуі мүмкін қате іс-қимылдарының алдын алу бойынша дереу шаралар қабылдау. Жаттығудағы персоналдың іс-қимылдары және кіріспе мәліметтердің орындалуы туралы қажетті жазбалар жүргізу. Делдалдар жаттығу жетекшісінің тактикалық ниетінің ашылуына себеп болуы мүмкін нақтылауларға жол бермеуі тиіс. Шартты өрт жағдайын имитациялайтын құралдар болған кезде делдалдар кіріспе мәліметтерді қоймай, жаттығушылардан қандай жағдайға тап болғанын және қандай шешім қабылдағанын сұрай алады. Жаттығудың кез келген қатысушысы делдалдан шартты өрт учаскесіндегі жағдай туралы деректерді нақтылай алады. Персоналды дайындау кезінде жаттығу жетекшісі. Объектінің көлемдік жоспарлау шешімдері. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің. Оның ішінде өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелерінің жай күйі туралы ақпаратты жеткізуге. Жаттығудың ниетін жеткізуге. Өрт туындаған кездегі іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ өрттің даму сатыларын, өртті өз бетінше сөндіру, зардап шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету тәртібін және тағы басқа жеткізуге тиіс. Өртке қарсы жаттығулар өткізілген кезде қатысушылардың барлық санаттарында мынандай айырым белгілері болуы тиіс. Делдалдарда оң жеңінде айырым таңғышы. Өрт сөндіру жетекшісінде қызыл айырым таңғышы. Жаттығушы персоналда оң жеңінде сары таңғыш. Өртке қарсы жаттығулар өткізу кезінде шартты өрт жағдайы мына құралдармен имитацияланады. Өрт ошағы қызыл залаушалармен, оқшаулағыш газғағарларсыз жұмыс істеуге тыйым салынады. Түтіндену аймағы көк жалаушалармен, уытты газдар, радиоактивтілік, зиянды булар бөліну аймағы сары жалаушалармен. Жаттығулардағы өрт имитациясы көрнекі және делдалдар оны белгілі бір учаскеде жаттығу жетекшісінің тактикалық ниетіне сәйкес өзгерте алатындай болуы тиіс. Өртті имитациялау құралдары ретінде түтін шашкаларын, шамдарды және қажетті жағдайды жасауға ықпал ететін басқа да құралдарды пайдалануға жол беріледі. Өрт шығуына немесе үй-жайлар мен жабдыққа залал келтіруі мүмкін имитация құралдарын қолдануға тыйым салынады. Өртке қарсы жаттығу нәтижелерін талдау, талқылау және оның қорытындыларын шығару. Жаттығуды талқылау, жаттығу тақырыбында көзделген адамдарды эвакуациялау және өртті жою кезіндегі іс-қимылдардың дұрыстығын бағалау, сондай-ақ объектінің өрт қауіптілігін төмендетуге және қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздік деңгейін арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу үшін жүргізіледі. Объектілік, құрылымдық бөлімшелердің бірлескен және жеке жаттығулары талқылауға жатады. Талқылауды жаттығу жетекшісі делдалдарды тарта отырып, жаттығу аяқталғаннан кейін бірден жүргізуі тиіс. Жаттығуды талқылауға оған қатысқан барлық персонал қатысуы тиіс. Жаттығуды талқылау мынадай рептілікпен жүргізілуі тиіс. Жетекші өткізілген жаттығудың мақсаттарын, міндеттерін және бағдарламасын хабарлайды. Объект өкілі бірлескен жаттығу кезінде МÖКК бөлімшелері келгенге дейін және келгеннен кейін объектінің қызмет көрсетуші персоналы іс-қимылдары туралы хабарлайды. Өрт сөндіру жетекшісі цехтық және объектілік жаттығу кезінде АКК атынан және бірлескен жаттығу кезінде МÖКК атынан
Жаттығу жетекшісіне жаттығу барысында қалыптасқан жағдай және өртті жою, сондай-ақ аварияның дамуын болдырмау бойынша қабылдаған шешімдері туралы баяндайды. Персоналдың дұрыс іс-қимылдары мен кемшіліктерін атап өтеді. Өрт сөндіру жетекшісінің іс-қимылдарын делдал нақтылайды, егер ол бағдарламада көзделсе. Ол оның іс-қимылына өз бағасын береді. Жаттығудың басқа учаскелеріндегі делдалдар, егер бағдарламада көзделсе, персоналдың іс-қимылдары туралы баяндайды және жаттығу қатысушыларының қателіктерін талдай отырып, өз бағасын береді. Эвакуациялау бойынша жаттығу жетекшісі талқылау барысында жаттығуға қатысқан және талқылауға қатысып отырған кез келген тұлғадан түсініктеме талап ете алады. Жаттығуды талқылау кезінде әрбір қатысушыға қатысты мына мәселелер қаралуы тиіс. Эвакуациялау жоспарын білу, қойылған міндеттерді және болған процестің мәнін түсіну. Эвакуациялау және шартты өртті жою кезіндегі іс-қимылдардың дұрыстығы. Жіберілген қателіктердің сипаты және олардың жасалу себептері. Лауазымдық нұсқаулықтар. Жабдықты басқару құралдарының орналасқан жерлерін білу. Қауіпсіздік техникасы бойынша аппаратураны, арматураны, қорғаныш құралдарын білу. Алғашқы және тұрақты өрт сөндіру құралдарын, олардың орналасқан жерін және оларды қолдану тәртібін білу. Жазатайым оқиғалар мен өрттер кезінде зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсете білу. Талқылау соңында өртке қарсы жаттығу жетекшісі қорытынды шығарады және өткізілген жаттығуға, сондай-ақ оның барлық қатысушыларына жеке баға береді. Жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз. Егер жаттығу өткізу кезінде қойылған мақсаттарға қол жеткізілмесе, бөлімшелердің басшылары қойылған міндеттердің шешілуін қамтамасыз етпесе, онда осы бөлімшелердің осы немесе басқа объектіде қайта жаттығулары өткізіледі.